Бұл сабақ негізі имам Матрудидің китабы Таухид. Имам Матрудидің осы Ханафи мазхабының және Матруди мазхабының ақидалық мектептің негізгі салушысы болып есептелетін имам Матрудидің кітабымен, өзінің кітабымен жүргізіп келе жатырмыз. Осының алдында бізде 3 сабақ шыққан болатын. 4-ші сабағымызда біз әлі жалғастырып жатырық әлемнің жаралған екенін бекіту. Енді көрермендерден біреу сұрауы мүмкін, болмаса ой келуі мүмкін. Жалпы әлемнің жаратылуын бекітудегі маңыздылық қаншалықты керек нәрсе деп. Негізі әлемнің жаратылғандығын бекіте алмасақ, онда Алланың бар екенін бекіту ар жағында қиын болады. Қиын болғанда мүмкін емес болып қалады. Сондықтан да ғалымдарымыз, мутакаллим ғалымдарымыз, осы саладағы үлкен ғалымдарымыз, соның ішінде имам Матуридида осы әлемнің жаралған екеніне көп деген дәлелдер келтірген. Біз соны жалғастырып жатырмыз. Біз өткен сабақта айттық. Бүгінгі сабақта жаңа жолдарды айтайық деп жатырмыз әлемнің жаралғандығы жайында. Имам Матуриди айтады: "Ва далилун ахар أن العالم لا يخلو من أن يكون قديما على ما عليه أحواله من اجتماع وتفرق." дейді. Имам Матуриди мынандай түсінеді. Жарайды дейді, бауырлар дейді. Сендер енді әлемді мәңгі деп тұрсыңдар ма? Мен жаралған десек, сендер сенбей мәңгі дейсіңдер дейді. Сұрақ. Енді ол мәңгі мынандай жағдаймен ғана болады. Либо тура қазір қандай кейіпте бар, тура сол кейіпте мәңгі болып келе жатады. Либо ол басында бір мәңгі болды да, кейін ауысты да ауысып отырады әрдайым. Екінші, то есть әрдайым мәңгі ауысып отырады. Бір жағдайдан екі жағдайға, бір жағдай. То есть ауыспайтын мәңгі және ауысатын мәңгі. Басқа мәңгі жоқ. Үшінші вариант таба алмайсыздар дейді. Енді мысалы әлемге қарайтын болсаңдар, бір заттар, мына дене жіктер атомнан құралған да, атомдар жиналып тұр. Кейбір заттарда атомдар шашырап жүреді. Яғни бір заттар шашырап тұрады, бір заттар шашыраңқы тұрады. Бір зат әдемі да, бір зат әдемі емес. Бір зат жақсы, бір зат жақсы емес. Бір зат қозғалыста, бір зат тыныштықта. Көріп жатырық, иә? Бәрін көріп тұрық. Және бұл көрулерді сен қазір бір заттың қозғалып және оның тыныштыққа келуіне эмпирикалық жолмен дейді, көзбен ақ бекіте аласың сен. Бір зат сен қазір көз алдыңда қозғалады да, ол тыныштыққа келеді дейді. Демек, сенің әңгімең әлем бір кейіптен өзгерместен мәңгі дегенің жалпы өтірік болып шығады дейді. Өйткені сен қазір көзбен ақ көріп тұрсың бір нәрсенің бір күйден екінші күйге өзгеріп жатқанын дейді. Ал егер өзгеріс болатын болса, жігіттер, демек бірінші күй болған ғой. Бірінші күй таусылған кезде екінші күй басталады. Өзгерістің мағынасы сода. Яғни өзгеріс дейміз, бір жағдайдың бітіп, екінші жағдайдың басталуына алып келу керек. Егер ол болмаса, өзгерістегі мағына жоқ. Біз көрмейтін едік өзгерісті. Демек, біз өзгерісті көріп тұрық па? Ондай болмаса, бір нәрсенің бітіп, бір нәрсенің басталуы болып жатыр. Енді жігіттер, қандай да бір жерде бір нәрсе басталып, бір нәрсе болып жататын болса, онда ол мәңгі деген идея қарама қайшы дүние. Өйткені мәңгі деген түсінік ол не деген кезде, оның бастауы жоқ және оның соңы жоқ. Енді сен оның бастауы жоқ, соңы жоқ мәңгі болатын болса, бірақ сен көзбен бекітіп тұрсың бір нәрсенің бітіп, бір нәрсенің басталып жатқанын. Демек, мәңгінің ішінде мәңгі емес деген түсініктің жүруі мүмкін емес. Енді бұл сабақ сәл қиын болайын деп тұр. Мен қасымдағы жүрген адамдардың өздері түсінбей отыр, көздері бақырайып. Әлем мәңгі болатын болса, онда өзгеріс деген болмау керек. Ал өзгеріс деген болмайтын болса, онда бір зат жақсы болып тағайындалды ма? Ол мәңгі жақсы болу керек. Оның жаман болу ықтималдығы болмау керек. Бір зат қозғалыста болды ма? Ол мәңгі не болу керек? Қозғалыста болу керек. Егер қозғалыс бітетін болса, және тыныштық келетін болса, онда ол мәңгі емес. Ал өзгерген деген жігіттер бір жағдайдың бітіп, екінші жағдайдың басталуын меңзейді. Мен сұрайыншы мен сен, мысалы, Нұрдәулет, не ол өзгерген? Қашан бір нәрсе өзгерді? Сен өзгеріпсің ғой деген кезде, оның алдында бір күй біткен да, жаңа бір күй басталған. Түсінік өзгеріс деген бір нәрсені бітіп, бір нәрсенің басталуы. Қай жерде өзгеріс болады, ол жерде мәңгілік болмайды. Имам Матуриди мынандай қарастырады дейді. Жарайды, допустим, ойлайықшы дейді да, то, что әлем бір нәрседен жаралды деп. Допустим дейді да. Бұл истиқруация деп айтады.
Давай енді рассмотрим бір нәрседен шыққан кезде барлық результатты қарастырған кезде қандай болады? 3 вариант дейді. Ол мынандай. Обычно дейді, бір нәрседен шығып жатса дейді, бір нәрсе мустаджин дейді, жабылып тұрады да үстінен да, кейін ол жабылғаны ашылады да шыға салады. Екінші нәрсе бұл как жоқ анадан, бірінші нәрсе бар ғой, содан мынау жаңа нәрсе туылып шығады. Түсініп тұрсыздар ма? Анау қала береді, мына туылған жаңа бастала береді. Адамдан туылған сияқты. Үшінші нәрсе, когда бір нәрсе екінші нәрсеге айналады да бірінші нәрсесі қалмайды. Бұл как анау кокондар бар ғой, көбелектегілер. Басқа затқа ауысып кетеді ғой. Оның алдында құрт қалмайды уже. Екіншісі жаңағы бір нәрсе туады да, анау да қалады. Бұл адам сияқты. Адамның ішінен бала туады да, бірақ адам қала береді да, и оның ішінен басқа бала шығады. Үшінші нәрсе, бұл как, например, бетін бір нәрсенің тұрады домалақ, соның бетіне бірсе жауып тастайсың ғой. Сол бетіндегісін алып тастаған кезде астындағы шығады ғой. Үшінші вариант осы дейді. Басқа жоқ. Өзің қарастыршы, басқа вариант тауып берші бізге. Қандай вариант бар, исход бар дейді. Бір нәрседен шықты дегенде 3 вариантпен қарастырсақ болады. Бірінші вариантты қарастырайықшы. Когда жұмыртқадан балапан шықты деген сияқты ғой. Жұмыртқаның ішіне ше. Жұмыртқа жауып тұрды да, кейін жұмыртқа кетті ғой. Енді айтады, бұл вариант дұрыс емес дейді да, тоже. Әлем как будто жабық тұрды, потом астан шыға салды дегенді айта алмайсың сен дейді. Әлем бір нәрседен жаралды деген кезде дейді. Почему? Потому что жігіттер, әлем көбейіп жатыр ма, азайып жатыр ма? Көбейіп жатыр. Айтады, бір нәрсе жабық тұратын болса, мустаджинның жабық ретінде болып тұрып кейін шыққан деген қарастыратын болсаң, мына жабық болған астындағы нәрсе бар ғой, өзінің жауып тұрған нәрсесінен көп болуы мүмкін емес дейді. Это бұл ақмақтық, бұл абсурд дейді. Біз қазір сен вариантты қарастыратын болсаң, әлем жабық тұрды да шыға салды десең, әлем көбейіп жатыр ғой. Значит, ол бетіне жауып тұрғаннан үлкейіп жатыр да ол. Онда сен оны ананың астынан шыққан нәрсе деп айта алмайсың онда дейді. Сондықтан да жігіттер, тамшының ішінде мәни бар ғой, сперманың ішінде адам жүрмейді. Сперманың ішінде адам бар деп айта аласың ба? Мен болған сперма. Сен оны сперма жауып тұрды, адам шықты деп айта алмайсың. Бұл мүмкін емес нәрсе дейді. Түсініп тұрсыздар ма? Бұл ереже. Не, бір нәрсенің астында тұратын болса жабылып, ол өзінің жауып тұрған нәрсесінен үлкен болмауы керек, ол мүмкін емес. Ал егер жоқ, билқуа деген бар. Осы жерде мынандай вариант бар, қарастыратын. Біреулер барып айтады, жоқ, неге біз ақылымызда елестете аламыз ғой? Кішкентай мынаны білесіздер ма? Баяғыда ертегі болатын. Кішкентай бір несін ексең, анау аспанға шығаратын не болатын да? Кішкентай нәрседен сондай нәрсе шығатын да? Бұл негізі біз ақылда қалыптастыра саламыз. Билқуа дегеніміз мынандай. Ақылда біз елестете аламыз кішкентай заттан үлкен нәрсе шығатын ше. Картина бар, бізге сказканы көрсетсе біз сене аламыз. Бірақ фактически келген кезде это абсурд. Но бірақ сендер айтуы мүмкінсіздер, кішкентай дәннен ағаш үлкен шығып жатыр ғой деп. Ол дәннен емес, мұны Алла шығарып жатыр. Соның кейін үлкен болып шығып жатыр да. Фактически ол кішкентай дәннен үлкен нәрсе шықпайды ол. Ол просто біз кімне елестете аламыз оны? Ақылда елестете аламыз, ол өзімен өзі істеуі мүмкін. Бірақ фактически кішкентай нәрседен кішкентай нәрсе шығады болды. Ол мүмкін емес дейді. Түсініп тұрсыздар ма? Енді осы жерде біреулер айтуы мүмкін. Жоқ, неге? Ол кішкентай кезде кішкентай болып шығады анадан. Бірақ кейін тамақ ішеді, не ішеді, сонымен үлкейеді деп. Онда сен оның үлкею процесінің болып жатқан себепті тамаққа апаруың керексің да. Ал егер сен бір нәрсені себеп деп тағайындасаң, тамақ болған сайын не бола беру керек? Өсу бола беру керек қой. Жігіттер, мен мысалы бір жасқа жеттім, тамақ болса да бірақ өсу бола ма? Демек, тамақты сен өсіретін себеп ретінде қарастыра алмайсың сен. Бұның бәрі бұзылады дейді. Бұл бірінші вариант, когда бір нәрсені просто жабық тұр, сүнен шықты деген кезде. Екінші жігіттер, бұл бір нәрседен бір нәрсе туылды деген сөз дейді. Егер бір нәрседен анадан туылды деп айтатын болатын болсаң, бұл банаға жасырынды деген бар ғой, сол идеяға қайтып келе алады. Егер бір анадан
бір бала туылды десең, кішкентай бала туылады ғой, дұрыс па? Біз үлкен емес, кішкентай. Бірақ біз айтамыз, ол бала ертең дәу болған соншалық, мамасының екі есе дәу болады да. Онда қалай деген кезде, бағанағы вариантқа қайтып келуі мүмкін, тамақ ішеді, одан кейін дәу болады. Жоқ, тамақ себеп бола алмайды деген айтамыз біз. Демек, екінші вариант та дұрыс емес. Үшінші вариант мынау ғана қалды жігіттер. Ол не? Бір нәрседен шығады да, мына нәрсе қалмайды, мына нәрсеге өзгеріп кетеді деген. Енді осы ғой біздің айтқымыз келіп жатқаны. Демек, сен екінші нәрсе бәрібір де жаралған дегенді айтқым келіп тұрды. Бірінші нәрсе ол да жаралған, потому что жоқ болып кетті. Екінші нәрсе жаралған, потому что оның басы бар. Потому что оның алдында ол ондай болмаған. Демек, үш вариантты қарастыратын болсаң да, не дейді жігіттер? Әлем жаралған деген логика по-любому келесің. Мүмкін емес, басқа жоқ, мүмкін емес. Жігіттер, тағы да философтардың айтатын, имам Матуриди өзінің еңбегінде жауап беруге тырысқан маңызды сұрақтардың бірі. Тимон, маңызды сұрақтардың бірі бұл естіп айтады. إن قال القائل إذا جاز عندكم بقاء الأعيان في الآخرة بما لا يبقى لما لا جاز قدامها بما لا يتقدم. Timon сұрап, жәннат бар ма? Жәннат мәңгі ма? Соңы жоқ па? Енді сендер бір нәрсенің соңы жоқ болуға позволять етіп тұрсаңдар, тогда бір нәрсенің жалпы шегі жоқ болу идеян сендер возможно дегенге, болуы мүмкін дегенге әкеп тұрсыңдар ғой. Онда неге бір заттың бастау шегі жоқ дегенді онда мүмкін емеске шығара бересіңдер? Жалпы сендер бекітіп тұрсыңдар ғой, бір зат болуы мүмкін, шегі жоқ оның. Өйткені жәннат мысалы шегі жоқ та. Демек, жалпы шегі жоқ деген идея уже абсурд емес. А почему и нет деген қалып қалады дейді.